Арманы асқақ бала әңгімесінің жалғасы. Ерді жастанып, тоқымды төсеніп, әкесі екеуі қатар қисайды. Жылқының пысқырғаны, қойдың қылғына жөтелгені ара гідік естіледі. Айда ұясына батуға тақау. Тек көкте шашылған жұлдыздар баданадай ап-анық көрінеді. 2-3 күн сабағыңнан қалып қойдың-ау балам. Үнінен қынжылыс аңғарылды. Жарайды, мұғаліміңе айтып түсіндірерсің. Сенің сабағыңнан қалмауыңды ойлап, басшыларға ертерек жайлаудан түсірілуін айтып едім. Қаперіне де алмады ма, әлде жағдай осылай болды ма? Кейістік пішінмен сөзін аяқтады. Зәумен ит үрді. Әкесі жатқан қалпында ерден басын сәл көтеріп, айтақ деп айғай салды. Аса күдікті ештеме жоқ сияқты. Абалақ болса, мойнақтың үру мәнерін өзгеріп кетер еді. Әупілдеген ит сәлден соң саябыр тапты. Шөпті түбінен бырт-бырт үзген жылқының оттағаны естіледі. Сабақты жақсы оқу керек, деп үнсіздікті бұзды әкесі. Мен өскенде ұшқыш боламын, бірақ 4-ші сынып ауырлау сияқты. Өйткені жылдың аяғында 1-ші рет емтихан тапсырамыз ғой. Бар күшіңді сал, Бауыржан Момышұлы сияқты азамат болшы. Біраз үнсіздік орнады. Бір кезде әкесі басын көтеріп, малдасын құрып отырды да қалтасынан беломорын шығарды. Жасарал енді оның асықпай темекі тартатынын білдірді. Дәл жандарындағы сары түйе дамылсыз күйіс қайыруда. 2 ұртын толтыра шайнаң етеді де, әлбісін бір қауым уақыттан соң жұтып жібереді. Лездің арасында өңешінен бір буылтық ұртына қарай қайта жүгіріп келе жатады. Осы 2 ортада сәл саябырлап қайыра күйіске кіріседі. Жануардың бұлардың босағасына біткеніне де 10 шақты жыл болды. Бірақ бірде-бір рет боталамады. Қыстың іші қырауда қалшылдап ауыратыны бар. Сидаға қасынып, ескі қораның құламай қалған қамыс қабырғасына артылып, кейде үстіне шөгіп изеңдеп, әйтеуірінен айырылады. Үйден тысқа табалдырықтан аттап шыға келсең, баласына ма, көзі қанталаған қалпы, аузы ақ көбіктеніп, тайраңдап тұра жүгіреді. Жандары қалмай, тым-тырақай бас сауғалай безеді. Содан бұрнағы жылдары қыс ішінде күйлеп, әбден мазасы қашқан соң, әбірәйім хайуанға жаны ашып келе ме түсірмек ниетпен сара бүйеннің түйешісіне апарды. Сәл уақытында қолы қайдан тисін, сәуір айында жетелеп барып еді, көпті көрген түйеші шал. Жануар жалғанда жүйрік мал екен, тұқымын алатын-ақ. Бірақ мұндай паң ұлықты кім қадірлеп жатыр қазір, деп кейіп үнсіз томсырады. Біраздан соң барып қайта сөзін жалғады. Кезінде молықбай қобызшы мінген сағыз қурайдың сарысындай саңлақ түйелер ғой бұлар. Қызыл іңір түсіп, көз байланып қалған кез еді. Кәрі көк атпен сары түйе қатар байланып, қасынып тұрды. Мұндай етенеліктің себебі жетім бота осы аттың бауырында өсіп тайлақ болды. Ақырдан бірге жем жеді, астаудан бірге су ішті. Ақыры асыр салып, айнала ойнақтады. Бұла неменің еркелігін көпті көрген кежір кешіре білді. Бір күні
Жасарал уілдеген үннен көзін ашты. Үйде жалғыз өзі ұйықтап жатыр екен. Бәрі әлде қашан тұрып кеткенге ұқсайды. Далаға атып шықты. Айтқандай-ақ солай, күн шақырайып төбеге кеп қалған. Шешесін іздеді. Сонадайда бұзауларды айдап жүр екен. Солай қарай беттеді. Бірақ жаңағы үн көңілін өзіне аудара берді. Әлі басылатын сиқы көрінбейді. Бу төңірегіне қарап қойды. Ештеме байқай алмады. Шешесінің қасына таянып: «Тәте, мынау не? Ненің дыбысы?» деді шыдамсыздана, кілтипанның кілтін ашпақ болып. «Ой, ол ана сары тайлақ қой. Оған не болды?» «Әкең көк атты арбаға шөгіп орталыққа кеткен. Атқа ілесіп қалмайтынын білгеннен кейін қораға байлап тастаған. Содан тынбай боздап, осы жердің сүйегін суырған соң жаңа босанып едім де енді өрісті басына көтеріп жүр». Бала қалт тоқтай қап сонау бүйрат жоталарға қадалды. Биік шилердің өзі аруанадай көрініп кетеді. Әйтеуір ақыры таптау. Сарғыш қана қалтыңқы бойы қылт етіп байқалып қалды. Өзі назардан жасырынса да, боздаған үні құлақтан үзілмеді. Шешесі екеуі үйге қайтты. Түс ауа сары тайлақ та жетті. Қарақаттай көзінен жасы түйдек тамады. Сояудай кірпіктерінің бір-екі тұсына тарыдай тамшылар мөлдірей ілініпті. Жасаралдың қараптан-қарап жаны ашыды. Күзгі салым тайлақтың аяғы қыр жіліншігінен сынды. Бұлар онда күземде отырған. Сейтбек деген сиыршы болушы еді. Дойырдың дойыры. Астындағы аты аяңдап келе жатып, жазатайым сүрініп кетсе де, шықпыртып бишіктің астына алды. Ойыншыл бота оны қайдан білсін? Тайраңдай ойнақтап үйіне бара беріпті. Дөкір неме балтаны алыпты да жіберіпті. Болаттың қайта жүзі тимей, шүйдесі соғылса керек. Бір жола шауып түспей мертіктірді. Жануар сол жерінде омақаса асады. Мұның бәрін Әбірайым әудем жердегі өз үйінің есігінің алдынан көріп тұрды. Тайлақтың аяғының майып болғанын да білді. Еш ың-шыңсыз келді де, жылап жатқан жануардың сынған аяғының сүйегін оңшап, ағаштан жонылған кепіл қойып таңа бастады. Бір уақта Сейтбек те именшектене қасына таянды. Науаға артылып аттың жемін жей берді, деді ақталған сыңайда. Әбірайым тіс жармады. Содан үркітіп жіберейін деп лақтырып едім. Әбірайым тағы да тіс жармады. Әбеке, аяғын таңып болып қалыпсыз ғой. Тайлақ енді жолдың үстінде жатпасын. Ана лапастың қасына көтеріп апаралық. Түйе малы сұмдық әйеншек келеді. Кінәлі екенін сезініп, жуып шаюда. 4 жігіт көтеріп, тайлақты көлеңкеге әкелді. Ертеңінде машинаға тиеп, Әбірайым қыстауына салып жіберді. Қыстауда онша алыс емес еді. Жасарал шешесі екеуі күнде су тасиды. Жем шөбін беріп кетеді. Байғұс анасы белі керелеңдеп, қос шелекті меймілдете көтеріп келеді. Күн ыстық, қайтарда ұлын арқалап қайтады. Жануар орнынан тұрысымен ақсаңдай басып көк атқа барды. Екеуі айқасқан қалпы ұзақ қасынысты. Міне тағы да көк ат екеуі танымас жерге қатар байлаулы тұр. Төңіректі қараңғылау жайлады. Иелері тысқа шығатын көрінбейді. Дұрыс болған екен, сары түйені табынға әкелгенің,
деді маңғаз сөйлейтін қамал түйеші. 2 жыл айтып жүріп зорға әкелдірдім-ау. Қу қойдан мұрша жоқ, әйтпесе көкейде жүрген нәрсе ғой. Дастархан жайылып шай келді. Баяғыда деп бастады шал. Молықбай қобызшы сары түйесімен Лепсіден Тасөткелге барып, қайтадан Ақсуды жағалап отырып, Балқашқа Құрақсудың төңірегіне келеді екен. 2 орта шамамен 60-65 шақырымдай барып қайтқаны 120-130-дай болады. Сондай аралықты бір күнде барып өткен түйе нағыз желмая ғой. Нұры тайған көзіне от пайда боп, бу-булап желтоқсанда құтыратын өзінің бураларындай желініп апты. Сенің сары түйең соның тұқымы. Тұқымы тұздай құрыған шығар деп ойлаушы едім жануардың. Түйені мал деп білмейтін сіздердің шаруашылықта мұның соқа басы сопиып, қайдан, қалай шыққанына қайранмын. Сөзге сараңдау Әбірайым тыңдағаны болмаса, өз тарапынан желпіндеп шалдың тақымына су бүркіп, түйе туралы әңгімені гүйте түспеді. Дастархан жиналды. Бұлар көліктерін жайғауға сыртқа беттеді. Таңертеңінде бұйрат-бұйрат қызыл құмды бетке алып, түйе жетелеген 2 салт атты табынға қарай кетіп бара жатты. Жануарлар топтанып жайылмай, тым-тырақай пышыраған. Үйдей-үйдей маялар бейғам қалпы. Болар-болмас жыбырлап қозғалады. Топтанған шоғырдың ішінен 1-2 әппақ аруаналар қылаңытты. Олардан оңашауырақ маңда сықпыты ерекше қызыл нар көрінді. Жалғыз өркешінің өзіне ие бола алмаған ба, онысы қисайып құлап қалыпты. Біздің өңірдегі бірінші әрі соңғы тұяқ. Қамшысымен нарды нұсқады. Ботасынан алақаныма салып бағып едім. Құдай атқанда бұлар түйеге шөкпейді екен. Қысты қаңтарда көзі шатынап, шудасы көк морозға малынып, әй селкілдеп кеп жынданады. Жыны буып құтырғанда қызыл өңеші әукесіне дейін салбырап түсіп кетеді. Өкпесін көріктей етіп, өңешін ішіне тартып алады. Бірақ бәрібір бос әурешілік. Көбігі көпірген езуінен қызарып, кеспелтек бәле қайта қылтия көрінеді. Көп ұзамай ырыққа бағынбаған қалпы сала құлаш боп салбырайды да жүреді. Бұл жануарды қайдан таптыңыз? Сөзге шорқақ Әбірайымның өзін жаңағы әңгіме қызықтырса керек, көкейіне келген сауалын ірікпеді. Үлкен ұлым күртінің баласын алып еді. Ол жақта түйе көп екен. Осыны бота кезінде жерсіну тез ғой деп әкеліп ем. Жеткенінше қып-қызыл машақат болды. Әңгімесі аяңдап, 2 өркешінің әрқайсысы 10 жасар баладай. Тізесін қаққан шудасы мөлідей қара бураның қасына таяды. Ол маңғаздықпен мойнын бұрып қарады. Онша жақамағандай сағызша созылып, ернін шүйірді. Бұларға қарай 1-2 адым изең-изең басып жүрді. Ей, шелегің түскір. Иесінің қаһарынан ығады екен, сап тиылды. Осы бураның қасына жіберелік. Келеге түскеннен кейін келесі жылы аларсың. Әбірайым аттың үстінде тұрып, сары түйенің ноқтасын сыпырды. Бар жануар бураға қарай айдады. Сол-ақ екен, қара шудалы да маңғаз болып қасына таянды. Жүр енді, кете берелік. Әйтеуір қайырып ұстап қалса жарады. Түйеші атын тебініп, ілгері озды. Әбірайым де ілесті. Көз байлана атының
ақ сабыны ақтарыла қыстауға жетті. Жануардың миына мына жол күшіне тиіп қиналғанын байқап таң асырып тастады. Таңертең ертемен тұрып сыртқа шыққан, міне қызық, сары түйе көк аттың қасында тұр. Басын шайқады, есіл еңбегінің текке төгілгенін ұғынды. Содан кейін бұл шаруаға аса ден қойған жоқ. Сөйтіп сара түйе бір боталамай-ақ кетіп барады. Жануар мініп алсаң әлде бір жарбай түйедей бақырып-шақырып, ерқаштылық танытып мазаңды алмайды. Жайқалып салады да отырады, салады да отырады. Кеңес үкіметі орнап жатқанда түйеге пулемет артып ап соғысқанда кинодан көріп еді. Сол есіне сап ете түсті. Ізінше, әйе, орыстар мен қазақтар соғысса, қайсысы жеңеді, деді балалық алғырттықпен. Әрине қазақтар, деді әкесі мүдірместен. Ұлының сәби көңілі жасып қалмасын дегені болса керек. Керзетігінің қонышына түкірді де темекінің тұқылын соған басып сөндірді. Абайламаса өрт шығарып алуларың мүмкін, күз қиын. Бағана шай қайнатып ішпегендері де сол. Бауыржан атаң сияқты алғыр да қайсар болсаң, Құдай өзі қолдайды. Әлгіндегі үзіліп қалған әңгімесін қайта жалғады. Ол жаңбырша жауып тұрған оққа көлденеңнен атпен шапқан кезде бойына бірде-бір оқ дарымайды. Оқ қағары бар, Тәңірдің өзі сеп боп тұр. Әңгіменің жалғасын келесі видеодан тыңдай аласыздар.